Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте оп-оңай және үйде бар заттардан жасалынатын жұп-жұмсақ және дәмі өте дәмді зебра пирогын жасайтын боламыз. Бүкіл керек заттардың барлығын описаниеге қалдырып кетемін. Бұл пирогты жасалуға небәрі 20 минут қана уақыт кетеді және дәмі өте дәмді, күнделікті өмірде жасап жесеңіздер болады. Бізге керек заттар: жұмыртқа, шемішке май, ұн, қант, сүт, разрыхитель және какао керек болады, және миксер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне керек қантымызды салып, миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Бұл жерде біздегі жұмыртқа мен қанттың массасы 2 есе ұлғаю керек болады. Сондықтан 5-6 немесе 7-8 минут жақсылап араластырыңыздар. Ағарып, көлемі осылайынан 2 есе ұлғаю керек. Одан кейін шемішкі майымызды құйып отырып, миксермен араластырамыз. Барлығын бірден құйып жібермеңіздер. Одан кейін дәл осылай сүтімізді құйып отырып, жақсылап миксермен араластырамыз. Бұл жерде сүттің температурасы маңызды емес. Барлығын жақсылап араластырып аламыз да, одан кейін өлшеп алған ұнымыздан 2 ас қасық бөлек алып қаламыз. Одан кейін үстіне разрыхителімізді қосып, яғни қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырамыз да, ұнды да барлығын бірден салмайсыздар, кішкенеден салып отырып, миксермен араластырасыздар. Ато жаңағы біздің ұлғайтқан массамыз кішірейіп қалуы мүмкін, және міндетті түрде еліктен өткізген дұрыс. Еліктен өткізіп отырып салсаңыздар, пирогымыз күшті болып көтеріліп, әдемі болып шығатын болады. Мінекей қараңыздар, бізде дәл осындай масса шығу керек видеодағыдай. Одан кейін бұл массаны алып, бір құрғақ ыдысқа 2 бірдей бөлікке бөліп аласыздар. Мен көз мөлшерімен жасадым. Сіздер таразымен жасап көрсеңіздер де болады. Одан кейін бір бөлшегімізге бағанағы 2 ас қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Екіншісіне какаомызды салып, оны да жақсылап барлығы біркелкі болғанша араластырып алыңыздар. Мінекей бізде осындай 2 бөлік шықты. Одан кейін бізге ыдыс керек болады. Мендегі ыдыстың диаметрі 25-27 сантиметр. Одан кейін осылайынан бір ас қасықтан бірінші ақты, одан кейін қара тестімізді салып отырып, жақсылап салып шығатын боламыз. Одан кейін барлығын салып болғаннан кейін шамалы кішкене сілкіп қағып жіберіңіздер, өйткені бізде жаңа арасында пузырькалар, ауалар, яғни шығу керек. Ол ауаны шығармасаңыздар, қазір ортасында қалып қою мүмкін. Одан кейін осылайынан түс шығғыштың көмегімен өзімізге әдемі узор жасап аламыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі піседі, кейбіреулерінде тез пісуі мүмкін, ал кейбір пештерде ұзақ пісіп қалуы мүмкін. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі болып көтеріліп шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Менің пирогым ұнады деген үміттемін. Менің пирогым ұнаса, маған лайк, комментария басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.